Ал онда оқушылар бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы Қазақ Автономиялық Кеңестік Республикасы құрылуының тарихи маңызы неде? Сабағымыздың оқу мақсаты Қазақстанда құрылған ұлттық автономиялардың маңыздылығына баға беру және қазақ зиялыларының қоғамдағы рөлі мен қызметін талдау. Бүгінгі жаңа сабағымызды стоп-кадр әдісі арқылы бейне материалмен ашып таныс болайық. Қазақ Автономиялық Кеңестік Социалистік Республикасының құрылуы қалай жүзеге асты? Қазақ революциялық комитетінің мақсаты мен міндеті қандай? Жер мәселесіне қатысты қандай пікірталастар болды? Қазақ халқының мүддесін қорғаған тұлғалар кімдер? Осы сұрақтарға жауап беруге тырысайық. Қырғыз-Қазақ Автономиялық Кеңестік Социалистік Республикасының құрылуы қалай жүзеге асты? Азамат соғысы большевиктерге шет аймақтардағы халықтардың ұлттық мүдделерімен санаспауға болмайтынын көрсетті. 1918 жылы Түркістан Автономиялық Кеңестік Социалистік Республикасы жарияланып, Жетісу мен Сырдария облыстары Түркістан АКСР-ның құрамына кірді. 1919 жылы Владимир Ильич Ленин Қырғыз-Қазақ өлкесін басқару жөніндегі революциялық комитет туралы декретке қол қойды. Декретте Қазревком өлкенің ең жоғары әскери азаматтық басқармасы ретінде құрылатыны айтылды. 1920 жылы 9 наурызда өзін қазақ елінің үкіметі деп атаған Алашорданы тарату туралы шешім қабылданды. Осылайша коммунистердің басшылығымен 1920 жылы 26 тамызда Қырғыз-Қазақ АКСР құрылды. Ал оқушылар, онда бүгінгі видео арқылы жаңа сабағымызбен танысып алдық деп ойлаймыз. Түсіндік пе бірдеңе? Қай жылы Қазақ АКСР құрылыпты? 26 тамызында, Онда тақырыпты түсінсек, онда бірінші тапсырма мәтін береміз сіздердің алдарыңызға. Сол мәтін бойынша 5 саусақ әдісі арқылы сіздер топ-топ жұмыс орындайсыздар. Тақтаға қараңыздар. 2 минутқа беріледі бұл тапсырма. Яғни мәтінді оқисыздар, 2 минут, 1 минут тапсырманы қорғайсыздар. Оқушылар 2 минут үлгермей қалмаңыздар. Сұрақ Ал, қай топ бітті? Бірінші топ бітті, бізде, бірінші топ онда келіп, тапсырмамызды қорғайық. Кім шығар? Сұрақтарды білесің бе? Ал айтамыз онда. Ең бірінші Қырғыз-Қазақ АКСР орталық атқару комитетінің төрағасы кім болыпты? Сейітқали Меңдешев. Сейітқали Меңдешев. Дұрыс па, оқушылар? Меңдешев па? Екінші сұрағымыз қандай? Азамат соғысынан кейінгі Қазақ автономиясына қатысты қандай тарихи оқиға орын алыпты? Қазақ АКСР құрылды. Дұрыс айтасыздар. Содан кейін үшінші қашан құрылды Қырғыз-Қазақ АКСР? Қырғыз-Қазақ АКСР-ның құрылған жылы 1920 жылы 26 тамызда. Одан кейінгісі? Қырғыз-Қазақ АКСР-ның астанасы, бірінші астанасы. Қырғыз-Қазақ АКСР-ның астанасы Орынборда болды. Орынбор болды. Не себепті Қырғыз-Қазақ АКСР-ның құру мүмкіндігі туды? Азамат соғысы ұлттық мемлекетті құру қажеттілігін көрсетті. Дұрыс па екінші топ? Бірінші топтың нелері? Дұрыс па? Онда жарайсыздар, отыра қойыңыздар орындарыңызға. Ал онда оқушылар бірінші тапсырманы орындап болсақ, енді екінші тапсырмамызға көшейді. Яғни бұл жерде жеке жұмыс, сіздерге сұрақтар берілген, картаны пайдалана отырып, Қырғыз-Қазақ АКСР-ның территориясын және астаналарын картамен көрсетеміз. Анықтаймыз, көрсетеміз. Яғни бірінші Қырғыз-Қазақ АКСР-ның территориясын, одан кейін бірінші астанасын, екінші астанасын және үшінші астанасын картадан көрсетесіздер және жыл-жылмен анықтап айтамыз. Бұл жеке жұмыс. Кәдімгі орында
Ақпарат қай жылы болды? Бірінші астанасы қай қала, екінші астанасы қай жылдары Астана болды, үшінші қай жылдары болды, соны жазамыз. Ал оқушылар онда кім қайны айтады? Бірінші тапсырмамыз бізде Қазақ АКСР-дің бірінші астанасы қай қала еді? Және картада қай жылдар аралығында? Ал Құрағұлы берді. Иә, Орынбор қай жылдар аралығында? 1920-1924. Дұрыс па оқушылар? Иә. Жауабы? Иә, дұрыс. Жарайсыз, отыра қойыңыз. Ал екінші сұрағымыз екінші астанасы еді, иә? Екінші астанасы қай қала еді? Орынбордың Тұрағай тоғыры. Көрсете қойыңыз, қай жылдар аралығында? Бізде екінші астанасы Қызылорда 1924 жылдан. 24 жылдан қай жылға дейін? 29-дан. Дұрыс па? Иә, дұрыс. Жақсы, керемет, отырыңыз. Ал үшінші сұрағымыз, үшінші астанасы қай жылдан бастап картадан көрсетеді кім? Ал шыға қойыңыз енді. Қай жылдан бастап еді? Үшінші астанасы Алматы, ол 1929 жылдан бастап Қазақ АКСР-ның астанасы болды. Дұрыс па? Иә, жақсы, керемет, отыра қойыңыз. Ал онда оқушылар бүгінгі сабағымызға байланысты кері байланыс берейікші, дәптерге жазып берейікші маған. Алдымызда аппаратта. Яғни осы уақытқа дейін мен білемін, бүгін есте сақтадым және істей аламын. Осы Қазақ АКСР-іне байланысты.